Долинка жұртынан ұйқы қашқалы бір жылы, себебі үй өртегіш ұры көршіміз 8 ғимаратты өртеді. Оның 5-еуі жер үй дейді тұрғындары. Әйел адамның қорқынышты әрекетін айтқан халық оны тіпті оқиға орнында құрықтап, құзырлы органдарға да шағымданған. Алайда оны уақытша қамап кейін босатып жібереді. Мәселенің мән-жайын тілшіміз Дидар Қалқатайқызы анықтап көрді. Я боюсь, что нас сожгут над заживо. Долинка кентінің тұрғындары не істерлерін білмей дал. Бір жыл бұрын баласымен бір әйел ауылға көшіп келген. Осы жылы бір көшенің 5 бірдей үйін қызыл жалын шарпыған. 2 гараж және қора өртеніп кетті. Тағы бірнеше рет көршілер өрттің алдын алды. Барлық жағдайда өрт сөндірушілер өрттің себебі қасақана өрт қою екендігін айтқан. Және оқыс оқиға ылғи көктемде немесе күзде болады. Соңғысы бір күн бұрын халықты дүр сілкіндірді. Өрт қойғыш әйел ұлымен бірге тіпті оқиға орнында да ұсталған. А что там горит? Вы затуши! Туши, я сказал! Это не мы. Этиловый спирт, вот почему, да? Снимай. Это спирт мы. Вот, бумага еще. Вот. Ну, папа. Вот зажигалка. Этиловый спирт, бумага, зажигалка, вот. Вот он. Вот. Для чего она тебе? Ол бірнеше рет полицияға түскен, бірақ босатып жібереді. Ал істер номенклатураға жазылды. Тұрғындар барлық инстанцияларға өтініш жазған, алайда көрші әйел оғаш қылығын доғарар емес. Оның бұрынғы тұрғылықты жерінде де 2 үй өртеніп кеткен. Тұрғындардың айтуынша ол бірнеше рет ұрлық та жасап қолға түскен. Алайда оған әй дейтін әже, қой дейтін қожа табылмай отыр деп налиды кент халқы. Есть видео насчет одного дома. Бір үйді өртеп жатқанда қолға түсіп қалды. Бізде бейне жазбада бар. Оны осындай ісін тағы да жасайын деп жатқанда көріп қалып, 2 рет қуып шықты. Көршісі оны көріп қуып жіберді. Көрдіңіз бе, менің 3 балам бар, маған қиын, мен қорқамын. Мен 1 апта бойы ұйықтаған жоқпын. Ал енді біз осылай өмір сүруіміз керек пе? Помогите нам, пожалуйста. Бізге көмектесіңіздерші. Ол үйлерді өртеп жібереді. Ұлы да содан қалыспайды. Барлық жерге өрмелейді, ұрлық жасайды. Психиатрлардың айтуынша әйел адам олардың пациенті екен, осындай патологиясы бар көрінеді. Замечено, что люди страдают. Пироманиямен ауыратын адамдар клептоманияға бейім болуы мүмкін екендігі байқалды. Мұндай науқас психиатрдың бақылауында болуы керек. Әдетте мұндай жағдайлар зиянды емес, оны емдеуге болады. Психотерапияны да, дәрігерлік терапияны да бірге жүргізу керек. Коллектив Долинка кентінің тұрғындарының ұжымдық өтініші бойынша қазіргі уақытта осы азаматты мәжбүрлеп емдеу туралы сотқа өтініш пен материал жиналады. Қазақстандағы психиатриялық бөлімшелерде емделуге ерікті пациенттің өзі не оған қамқоршылары немесе туыстары келісім беруі тиіс. Мәжбүрлеу тек сот шешімімен. Пиромандарды емдеуге болады, бірақ ол ұзаққа созылуы мүмкін. Бұл ауруды жеңіп шығу пациенттің жасына да байланысты деп қосты дәрігерлер. Дидар Қалқатайқызы, Шалқар Алтынбек, Данил Заславский, 5-ші арна.